Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 30 минуттық кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол кешкі асқа бізге керекті тағамдарымыз: мынау тауықтың төс еті керек, картоп керек 5-6, бір пияз керек, сыр, моцарелла болмаса, кәдімгідей обычный сыр да келе береді. Одан майонез керек, туз и мариновать еткенге паприка, куркума, менде қара бұрыш. Енді бірінші тауықтың төс етін алып аламыз да, кубиктап, төртбұрыштап турап мариновать етеміз. Дәл осылай төртбұрыштап тауық етін турап аламыз. Бір 20 минутқа мариновать етіп қоюға болады. Тауық етін төртбұрыштап турап болдық. Енді осыған пиязымызды қосамыз. Бір пияз етеді. Если үйлеріңізде көк пияз болып жатса, осы пияздың орнына көк пиязды қосуға болады. Пиязымызды ұсақтап, төртбұрыштап турап аламыз. Қазір осы пиязды қосып, тауығымызды етін мариновать етіп тұздап қоямыз. Жаңағы туралған тауық етінің ішіне пиязымызды саламыз. Пиязымызды салып, жаңағы мына тұзда менде енді әрқалай. Мынада бір қасық, кішкене қасықпен бір кішкене қасық тұз тап жеріңіз. Өте көп болса, мөлшеріне қарайсыздар. Одан кейін паприка, куркума, қара бұрыш. Осыны салып, енді тауық етімізді араластырып, бір 20 минутқа мариновать етіп қойсаңыздар болады. Қойып қоямыз. Енді мариновать етілгенше етіміз тауықты осындай теркадан өткізіп аламыз. Картофелімізді. Тауық мариновать етілгенше бар картопты осылай ұзын-ұзын жақтығып өткізіп аласыздар теркадан. Картоптың барлығын осылай теркадан өткізіп аламыз. Бес картоп бұл жерде өткізгенім. Средний картоптар болу керек. Өте үлкен болса 4 картоп жетіп қалады. Міне, осылай картопымызды өткізіп алдымыз. Енді осылардың барлығын қазір жинаймыз. Енді тамақымызды барлығын жинақтаймыз. Бірінші жаңағы маринадталған тауық етімізді салып аламыз. Астына тауық етін өстіп салып алыңыздар. Бұл тағамды үйде барлығы жақсы көреді бізде. Балалар да, жолдасым да. Сондықтан
Бұны енді аптасына бір рет болсын жасауға тырысамыз. Енді осы жаңағы тауықтың үстіне чоркадан өткізгіштен өткізілген картопымызды қойып шығамыз. Тез жылдам негізі бұл тамақ. Бәрін дайындап сала қоясыз. Чоркадан өткізілген бәрі. Енді картопты осылай бәр жағына жайып аламыз. Енді жаңағы тауық етін картопымызды дізіп, енді осының үстіне майонез жағып шығамыз. Майонезімізді қасықпен әдемілеп бәрін бетін, картоптың бетін жауып шығамыз. Майонезімізді осылай толықтай жағып, бетін жауып шығамыз. Енді осыны қазір 180 градусқа 30 минутқа пісірамыз. Картошкасы несі пісқанша. Одан кейін 30 минуттан 5 минутқа қалған кезде сырымызды саламыз. Пока осыны апарып 30 минутқа салып келемін. Енді тауығымыз піса бергенше, оғанға дейін сырымызды чоркадан осы үлкен жағынан солай өткізіп аласыздар. Барлық сырды чоркадан өткізіп дайындап аламыз. Анандай болып, үлкен қып өткізесіздер. Сырымыздың барлығын осылай чоркадан өткізіп аламыз. Жаңағы картошкамыз осылай беті қызарғанша пісірамыз, пісқанша. Енді осыған бір 5 минутқа сырды сеуіп, 5 минутқа сыры ерігенше қайтадан духовкаға салып аламыз. Қасырларымызды салып шығайық. Бұл сырды дұрыстап жан-жағына салып алайық. Духовкамызды қайтадан тамағымызды салып, қайтадан жауып, сыр ергенше жауып қоямыз. Кешкі 30 минуттық асымыз дайын болды. Енді осыны кесіп тарелкамызға міне 30 минуттық кешкі асымыз осылай дайын болды. Менің видеомды толық көріп шықсаңыздар, менің қазақша каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.